Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай испанский чизкейк Сан-Себастьянның рецептісін көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға творожный сырды саламыз, оның үстіне қантты салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырып болғаннан кейін, оның үстіне кукурузный крахмал немесе ұн қосамыз. Мен мұнда ұн қостым. Кейін бөлек ыдысымызға 4 жұмыртқаны саламыз, оны венчикпен бөлек араластырып аламыз. Кейін осы массамызға аз-аздан құя отырып миксерлейміз. Ең соңынан сливкиді аз-аздан құя отырып миксерлейміз. Ыдыстың шетін видеодағыдай лопатканың көмегімен тазалап отыруды ұмытпаймыз. Біздің массамыз осы дәл видеода көрсетілгендей кішкене қоюлау болуы керек. Кейін өзіміздің қалаған формамызға осы массаны құямыз. Құрметті көрермендер, егер сіздерге осы видео ұнап жатқан болса, лайк басып, каналымызға подписаться етіп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Массамызды құйып болғаннан кейін 220 градуста қызып тұрған пеште 30 минуттай пісіреміз. Сонымен біздің чизкейгіміз дайын, ол өте дәмді болып шығады. Және де піскеннен кейін, оны бөлме температурасында суытқаннан кейін кальцоны шешіп, салқын жерде, яғни холодильникте 5 сағаттай ұстауымыз керек. Чизкейк осындай өте нәзік, өзінің формасын жақсы ұстайды және де өте дәмді болып шығады. Сіздер де бізбен бірге жасап, отбасыларыңызды қуантыңыздар. Мен мұнда бельгийский шоколадты ертіп, үстіне құйып шықтым және де вафельный крошкиді септім. Бірақ ол міндетті емес, жай ғана өзін ұсынсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналымызға
подписаться етіп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.